Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше тағам үлгісімен рецептісін бөлісетін боламын. Бұл тағамды мен термомикстің көмегімен жасаймын. Алдымен чашкамызге 1 литр суымызды құйып аламыз. Бұл тағам көбіне диета ұстайтын және ПП тағамдарын пайдаланып жүрген адамдарға ұсынылады. Енді біз ашылған картоплымызды осылай ортасынан 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Ірілеу қылып турап берсеңіздер болады. Одан кейін сәбізімізді, сосын асқабағымызды турап ыдысымызға саламыз. Осылай турап қоямыз. Бұл овощымыздың үстіне ешқандай тұз, приправа, бұрыштарды қоспаймыз. Әсіресе ПП тағамдарын ұстаған жандарға. Енді келесі ыдысымызға балығымызды саламыз. Егер сізде балық болмаса, құс етін пайдалансаңыздар да болады. Өте қатты, майлы болмауы қажет. Осылай балығымызды орналастырып шығамыз да, чашкамыздың үстіне орналастырамыз. Енді қақпағын жауып, уақытын қоямыз. 25 минутқа әкелеміз. Одан кейін градусымызды варламаға апарамыз да, скорості 2-ге қойып, 25 минут күтеміз. Біздің бүгінгі кешкі асымыз дайын болды. Енді тағамды алдын ала ұсынылар алдында өзіңіз қалауыңыз бойынша жемістерді турап берсеңіздер болады. Осылай мен огурцымды, қиярымды, яғни турап аламыз жіңішкелеп, одан кейін қызанағымды да жіңішкелеп турап дайындап аламын. Осындай ағзамызға пайдалы тағамдарды жиі пайдаланып тұрайық, достар. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін аса маңызды. Қақпағын алған кезде мұқият абай болыңыздар. Енді балығымызды алдымен ыдысымызға саламыз. Видео қараңыздаршы. Балықтың бойындағы витаминнің барлығы өзінің бойында қалған. Сочный болып тұр ғой кәдімгі. Енді келесі піскен овощтарымызды қараймыз, яғни жемістерімізді. Олар да күшті былқып, өз қалпын ұстап пісіп шығыпты. Енді қасына қиярымызбен қызанағымызды салып ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болғанмен Айдана. Сау болыңыз.